жалғастырамыз. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық туралы кодекстің 73.3 бабының 2-ші бөлігімен Батырбеков Хаман Емелдерге қатысты іс бар. Жәрмен жүргізген жоқ, жәрмен жүргізген. Хабарландырма кісілер, ол кісі хабарланма письмо жіберген. Бұдан бөлек істі қарау алуда қандай талап тілектеріңіз бар ма? Батырбеков туралы сұрайды. Құрметті мақала, ол біз жәбірленушімен екеуміздің арамыздағы диалогтан шыққан дүние еді. Сондықтан сіз ол бойынша шешім қабылдадыңыз ғой? Дұрыс па? Жәбірленуші хат жолдаңыз. Иә, сіздің талабыңыз қабылдадыңыз ма? Иә, сондықтан құрметті заң талабын орындалуын мен талап етемін. Жәбірленуші келсін, айтсын. Қай жерінде мен оның жаңағыдай чала жақтырмай екенін. Даусат, мен сізден сұрайын деген, оның қатысуы қажетті деп шешілген жөнесі бар ма айттың? Қабылдадыңыз ба? Иә, хабарланды. Не деді? Не алып келмеді? Жәбірленуші. Қызметтік нелеріне байланысты келе алмады. Қай жерде жұмыста? Осы құқық статистика департаментінің бастығы. Құрметті істің жан-жағын толықтырып қамтамасыз етеді. Мен сізді бәрі талап қойылған талап дегеніңізді тағы да екінші рет қанағаттандырамын. Сондықтан мен тағы да шақыру хат жібереміз. Келесі сот отырысының уақытында сол бойынша. Саламатсыздар ма? Орындалды. Сот отырысын жалғастырамыз. Іс бойынша басқа талап тілектер бар ма? Бар. Құрметті сот, мен осыдан 2 күн бұрын Түркістан облыстық сотының төрағасын Тұрысбек Миятбеков мырзаның сол кезде Тұрысбек Миятбеков мырза маған сіз Сарыағаш аудандық мамандандырылған әкімшілік сотындағы іске қатыспай қашып жүр екенсіз деп мәлімдеді. Мен сол жерде тұрып айттым. Мен қазір сізге ешқандай қашып жүрмегенімді мынау телефонмен дәлелдеп беремін. Сол айтқан адам таза суайт өтірікші деді. Мен қашан қашып жүрдім соттан? Қай кезде? Қандай уақытта? Түсіндім, сонда облыс соттың төрағасы маған қатысты, айдаладағы Сарыағаштағы істі қадағалап отыр ма, әлде ағаларымыз осы іс туралы баяндап отырсыздар деп түсінбедім. Миллион іс бар да, облыс соттың төрағасы осындай мәлімдеме жасап отыр. Егер сіз сондай мәлімет айтсаңыз, не үшін айтқаныңызды біз білгім келеді. Немесе егер сіз айтпасаңыз ондай, сіз осы мамандандырылған әкімшілік соттың төрағасы, сол айтқан адамды тауып, шара көруіңізді сұраймын. Біздің сотымыз өз бетімен істі қарап отыр. Ол соттың жұмысына қажетті қатысы жоқ. Ол сот неге олай айтқан мен білмеймін. Сондықтан басқа талап тілектеріңіз бар ма сіз бойынша? Құрметті, мынау әкімшілік құқық бұзушылық істері жалғыз Сарыағашта емес, басқа жерлерде де болып жатыр ғой, біз қатысамыз. Бірақ осы хаттама толтырған полиция қызметкерлері міндетті түрде сотқа қатысып, сот істің толықтығымен жан-жақтылығын қамтамасыз ету үшін сұрақтар беріп жатыр. Неге бізде өткен жол алдындағы қама жүрген сотта да қатысқан жоқ? Жаңағы полиция қызметкері осы хаттама толтырған. Қатыспайды сотқа. Неге? Олар қатысу міндетті емес пе? Яғни мен оны былай деп түсінемін, құрметті сот. Сіз демек істің толықтығымен жан-жақтылығының қамтамасыз етілуіне мүдделілік білдіріп отқан жоқсыз. Сондықтан мен талап тілек білдіремін, сол хаттама толтырған полиция қызметкеріне шақырып сотта жауап алуға. Түсінікті. Жаңағы толтырған адам Жора Бағлан Аянұлы, участок полиция инспекторы. Қазір барып айтып беріңіз. Мен қазір айттым, неге мынау хаттама толтырылған полиция қызметкерлері сотта қатыспайды деп. Өйткені осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 73.3 бабы аталуының өзі адамның абыройына, қасиетіне көрінеу жала жабу деп аталады. Осы баппен адамды тартатын кезде сол адамға қатысты хаттама толтыратын тұлға ол адамның құқығы тапталып жатыр ма, тапталайын деп жатыр ма, осы жағына мән бермейді. Мына Тоғысаров жазған арызында
Батырбеков жала жапты дейді. Көрінеу деген сөз жоқ жаңа жерде. Көрінеу деген сөз жоқ болған кен 73-те 3 бабымен ол сотқа келмеу керек. Ол міндетті көрінеу жазып көрсету керек. Сондықтан да мен екі рет талап етіп білдірдім. Сондықтан да сот осы жерде орында отыр. Екі рет ұйғарым етті. Жәбірленушінің өзін алып келу керек. Егер осы қазір сотта шақырып соны сұрағанда біз көп нәрсеге көзіміз жетеді. Мысалы, бапта көрінеу деген сөзді қосқан. Көрінеу деген не? Көрінеу деген, егер сіз мені сотқа берсеңіз, жала жауапты. Ол көрінеу болады. Неге? Өйткені мен сізді 2015 жылдан бері сынап келе жатырмын, арамызда қандай да бір ол көрінеу. Орысша айтқанда заведомо, дұрыс па? Ал егер мен жаңағы Асқар Сапарғалиевті өмірімде көрмесем, құрметті сол, мен оны білмеймін, ондай кісі бар екен табиғатта білмеймін. Ол қалай көрінеу болады? Егер оның алдында шығып асарастығым жоқ болса. Екіншіден, Асқар Сапарғалиев мемлекеттік қызметкер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің әдептік нормаларын және мес-қол қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы заң бар. 14-ші бабында мемлекеттік қызметшіге сыбайлас жемқорлық көріністерін жасаған деген көпшілік алдында негізсіз айып тағылған жағдайда ол осындай айыптау анықталған күннен бастап бір ай мерзімде оны теріске шығару жөнінде шаралар қабылдануға тиіс деп тұр. Мен қазір өзіңіз оқып бердіңіз, Таусаровтың жазған. Ол жерде айтты, сыбайлас жемқорлықпен айыпталды. Таусаров естіп отырсыз ба? Осының бәріне жауап бересіз. Яғни ЦПСИ бастығы мемлекеттік қызметші Асқар Сапарғалиев жәбірленуші. Ол мен мақала маусым айында шыққан болатын болса, шілде айының соңына дейін ол кісі маған хат па, ескертулер жасау беру ресми түрде. Бәлкім мен кешірім сұрарым едім. Егер ол кісі маған көзін жеткізіп айтып отырса, бас салып барып жаңа сотқа бере бермейді. Үшіншіден, Асқар Сапарғалиев жәбірленуші. Ол ЦПСИ басшысы, ол прокурор. Бұл жерде әңгіме. Сот үкімі шыққан. Болатбек Нәжмединұлы сот үкімінде ол жаңа сот үкімі сотталғандығы жағы сотталған, ол ЦПСИ-ға өткізілген. Яғни одан ЦПСИ-дан Болатбек Нәжмединұлына қатысты анықтама сұраған кезде ол сот үкімін орындайтын прокурор, құрметті сот. ЦПСИ басы сот үкімін орындайтын прокурор. Ол яғни сотты болса болды деп, болмаса болмады деп анықтама береді прокурор. Сондықтан ол прокурорға жала жабу әкімшілік құқық бұзушылық туралы заң реттелмейді, құрметті сот. Ол қылмыстық кодекстің тәртібімен реттеледі. Еш жауап бердіңіз? 4 жыл бұрын. 4 жыл бұрын? Иә. Құрметті сот, егер есіңізде болса, тура осылай Сарыағаш аудандық прокурорының орынбасары Нұрлан Сапаров 2015 жылы Батырбеков жала жапты дегенде, сіз сол кезде прокурор Нұрлан Сапаровтың жекеше айыптау шағымымен мені қамағансыз, бірақ алайда апелляциялық сот не деді? Сіздің үкіміңіз заңсыз, өйткені ол тергеу реттілігі бойынша 411 баппен реттеледі деп полиция бөліміне жолдады. Міне осымен сіз екінші рет сондай тірлікке барып жатсыздар, құрметті сот. Ол менің пікірім әрине. Ең соңғысы, мен Асқар Сапарғалиев мырзаны қарабет деген емеспін. Кім қарабет екен? Халықтың ортасына тастап отырып, өздері баға берсін. Құрметті сот, сотталған қылмыскер адамға қатысты үкім шыққан, соттылығы бар. Егер ол біздің парламентте отырып заң шығарып отыратын болса, біз оған бейжайлық көрсететін болсақ, біз қандай азаматпыз? Біз мәжбүрміз. Неге?
Өйткені не сайлау комиссиясының төрағасы оның сотталған біле тұра өткізеді, немесе сондай жаңағы қылмыскерді қылмыстығы жоқ деп анықтама береді. Қайсысы нағыз қара бет деп мен сұрап тұрмын. Түсінікті, жауабын сұрақтарыңыз бар ма? Сіз соны айтылған Сапарғалиевті танымаймын дейсіз ба? Танымаймын. Өмірімде көрмеген, бірінші рет көріппін. Бірінші рет көріппін? Бірінші рет көрдім. Мақаланы сіз кіріп шыққаннан кейін жаздыңыз ғой, дұрыс па? Кіріп шыққаннан кейін. Ол таныған болып есептелмейді. Тауасар мырза. Жоқ, мен сізге басқа нәрсе сұрап отырмын. Бұл сөздер бар мақалада. Так, яғни не деп тұрсыз? Асқар Сапарғалиев басқарма бастығы қызметін теріс пайдаланып деген сөздер бар. Иә. Осылайсын айтайын деп тұр. Иә, теріс пайдаланып. Түсінікті. Соттылық жойылу деген білесіз ба? Сотталғандықты жою. Соттылық жойылса жойылған шығар. Мен неге өтті деп отқан жоқпын. Бәлкім жаңа жойылғаннан кейін өткен шығар. Бірақ, құрметті сот, қазір сіз менен сұрақ қойғанда Болатбек Нәжмединнің түсуге құқы бар дегенді айтпақшысыз ба? Мен құқы жоқ деп тұрған жоқпын ғой. Қалай сен справка бердің деп тұрмын. Болды осы. Қай мәліметтерді айтып отырсыз жаңа мақалаңызда? Міне қараңыз. Мына жерде Сапарғалиев жауап береді. Наваш дейді. Номер 2 от 15.02.23 года. Жауап береді. Сөйтеді айтады. Судимости не имеет дейді. Ал енді на первый жауап кәні? Сұраныс хатты көрсеңіз, сайлау комиссиясы. Көрінде бұлай деп тұрды. 13-ші ақпан күні шыққан нені қараусыз қалдыруын сұраймын деп сұранысында. Біз де соңғы запрос жазған кезде осылай жазғанбыз. Қайда жаңағы жауап? Абыржы жазылған. 13-ші ақпан күні берілген сұраныс хатқа жауап бермеуін сұраймын деп жазған. 15-ші күні берілген сұраныс хат. Просим оставить без рассмотрения деген бе? Просим оставить без рассмотрения дегенді, егер Асқар жаңағы Сапарғалиев мырза бізге көрсетсе оны, бізде мүлдем басқа пікір болар еді. Қарабет деген нағыз Қарабет кім деп жазбайтын емен. Мен осы басымды кесіп алса да, нағыз Қарабет анау екен деп жазар еді. Мынау жаңағы сайлау комиссиясының төрағасы да, қалай ол просим не рассмотреть дейді. Яғни мүдделіп көрсетіп тұр ғой, дұрыс па? Жаңағы 13-ші ақпандағы сұраныс хаттың өзін көріңізші. Иә. Просто перефразировано болып тұр ғой дейміз. Жоқ, дұрыс па? Біріншінде 13-шінде ол сұрап тұр. Судимости бар ма жоқ па деп та? Сұрап тұр. Сөйледі ғой, қарасаңызшы. Көп оқыдым ғой енді, мен оқыдым ғой. Әлде оқып берейін ба? Имеется ли срок давности преступлений данной категории? Просим оставить без рассмотрения. От 13 числа. Енді бұл судимости не имеет дейді. Но бірақ мыналардың сұрағына о том, что он имеет право баллотироваться дегенге жауап жоқ. Он жауабы олар шешпейді. Он жауабы олар шешпейді. Он жауабы олар шешпейді. Кім шешеді? Ол сайлау комиссия шешеді. Ол сайлау комиссия шешеді. Ол сайлау комиссия шешеді. Сайлау комиссиясы шешсе не үшін сұрап тұр, құрметті сот? Өзі шеше бермей ма? Қазір сайлау комиссиясының іс-әрекетіне баға беріп жатсыз, ол өздерін ету керек қойды. Өздерін ететін адам прокуратураға маған түсіндіріп беріңіз демейді. Заңды түсіндіретін орган прокуратура. Заңды түсіндіретін орган прокуратура. Заңды түсіндіретін орган прокуратура. Енді қараңыз, мен сізге сұрайын дегенім. Негізі сіз айтып отқан екі жауап бір-біріне қарама-қайшы жауап болып тұр ғой. Иә. Біреуінде сотталған болып тұр, біреуінде сотталған жоқ деп тұр. Осы екеуін ба? Осы екеуін. Жаңағы справкамен жауапты айтып отырсыз ғой. Енді құрметті сот, қараңыз. Егер осы жерден сіз қандай да бір қылмыстың нышанын байқасаңыз, сіз жеке қаулы шығаруға құқыңыз бар, құрметті сот. Мына жерде не ЦПС-дің бастығында, не сайлау комиссиясының іс-әрекетінде қылмыстың құрамын байқап тұрмын, не сайлау комиссиясының төрағасына қатысты, не ЦПС бастығы Асқар Сапарғалиевке қатысты жеке қаулы шығаруыңыз керексіз. Қазақстан Республикасының атынан қаулы шығаратын кезіңізде. Маған қандай шешім шығарасыз? Ол маған қызық емес. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңның әлгіні басшылық алу керек. Содан кейін ішкі нанымыңыз білсін.